Сәлеметсіздер ме? Бүгін біздің тақырыбымыз есімдіктер, ағылшынша pronouns. Есімдіктердің мағынасы. Есімдік ағылшын тіліндегі сөз табының бірі. Есімдік бұл зат есімдердің білдірмейтін, олардың атын, сынын, санын, белгілерін және оларды айтып көрсету үшін қолданылатын сөз табы. Есімдіктер орынбасар сөздер деп аталады. Олар ағылшын тілінде мағынасына қарай 8 топқа бөлінеді. Бүгін біз жіктеу есімдігі, яғни ағылшынша personal pronounsқа тоқталамыз. Ол белгілі бір жақтық ұғыммен байланысты қолданылатын есімдіктердің түрі. Ағылшын тілінде жіктеу есімдіктердің екі септігі болады. The nominative case атау септік және the objective case объектілік септік немесе объекттік септік. Атау септігінде who, what, кім, не, кімдер, нелер сұрақтарына жауап берсе, объекттік септігінде whom, what, кімді, кімге, неге деген сұрақтарына жауап береді. Қазақ тіліндегі барыс және табыс септіктерінің нұсқаларына келеді. Атау септігінде I, мен, you, сен, сендер, сіз, сіздер, he, she, it, ол, we, біз, they, олар. Объекттік септігінде me, мені, маған, you, сені, саған, сізді, сізге, сендерді, сіздерді, him, her, it, оны, оған, us, бізді, бізге, them, оларды, оларға. Жіктеу есімдіктері үш жақта, жекеше және көпше түрде қолданылады. Алдыңғы слайдқа атап өткендей, жіктеу есімдіктері жекеше түріне және көпше түріне бөлінеді. Және жақтарға бөлінеді. Бірінші, екінші, үшінші жекеше түрінде және бірінші, екінші, үшінші көпше түрінде. Атау септік мен, жекеше түрінде мен, I, сен, you, ол, he, she, it, көпше түрінде біз, we, сіз, сіздер, сендер, you, олар, they. Объекттік септікте жекеше түрінде мені, маған, me, сені, саған, you, оны, оған, him, her, it, көпше түрінде бізді, бізге, us, сізді, сізге, сендерді, сіздерді, you, оларды, оларға, them. Өздеріңіз көргендей, you есімдігі өзгертілмейді. Енді мысалдарға көшейік. Мен ағылшын тілін сабақ оқытып жатырмын. Мен оқытушымын. I'm a teaching an English lesson. Now, I'm a teacher. Сен, сіз, сендер, сіздер онлайн сабақ көріп жатырсыздар. You are watching an online lesson. Айгүл студент, ол ең үздік студент. Айгүл is a student. She is the best one. Асқар ұшқыш, ол ұшқыштарды жүргізеді. Асқар is a pilot. He drives planes. Мына кітап өте қызық екен. Ол 2,5 мың теңге тұрады. This book is very interesting. It costs 2,500 теңге. Сара және мен бір үйде тұрамыз. Біз көршіміз. Sarah and I live in the same building. We are neighbors. Мына балалар 5 жаста, олар әлі кішкентай. These children are 5 years old. They are little. Енді объекттік септігінде мысалдарды көрейік. Өтініш, маған бүкіл құжаттарды тезірек жіберіңіз. Please send me these documents as soon as possible. Мен саған күні бойы қоңырау шалдым. I have called you all day long. Айнұр оған әдемі жейде сатып алды. Айнұр bought him a nice shirt.
Біз оларға жаңа пәтерімізді көрсеттік. We showed them our new apartment. Ол бізді туған кешіне шақырған жоқ. He didn't invite us to his birthday party.